Алматыда техникалық және кәсіптік білім беру саласындағы тағы бір маңызды жоба іске қосылды. Қытайлық Dahua Technology компаниясының оқу өндірістік зертханасы қаладағы оқу орындарының бірінде ашылды. Мұнда білім беру, өндіріс және заманауи технологиялар тоғысып, студенттер еңбек нарығында сұранысқа ие бағыттар бойынша тәжірибелік дағдыны меңгереді. Бұл студенттерімізге не береді? Бірінші кезекте бұл заманауи технологиялармен жұмыс жасай алуы, яғни жұмыс берушінің тарапынан сұраныс болатын болса, ол жұмысқа орналасу көрсеткіш артады. Сонымен қатар қытайлық әріптестермен бірлесе отырып, қандай IT шешімдер бар, қандай мүмкіндіктер бар. Өйткені AI дейміз, тағы да басқа цифрлық шешімдер ол бір орында тұрған жоқ, жыл сайын дамып келе жатыр. Сол шешімдерменен бірігіп жұмыс жасау үшін осы центрда ашылып отыр. Зертханада студенттер интеллектуалды бейнебақылау, ақпараттық қауіпсіздік, смарт инфрақұрылым және цифрлық басқару жүйелері бағытында тәжірибе алмасады. Іс-шара барысында қатысушыларға заманауи жабдықтар таныстырылып, қауіпсіздік жүйелерінің жұмыс істеу принциптері көрсетілді. Сондай-ақ World Skies алаңдарында да шолу жасалды. Мамандар мұндай бастама цифрландыру мен жасанды интеллект бағытындағы басымдықтарды ілгерілетіп, бәсекеге қабілетті маман даярлауға жол ашатынын айтады. Тренингтің ашылу енді мақсаты қабілетті мамандар дайындау. Осы тренинг бітіргеннен кейін сертификатталған кейін біздің студенттер бүкіл әлемдік компанияларда Dahua компаниясында жұмыс істей алады.